Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес Түркістан облысы мен Шымкент қаласында төтенше жағдай тоқтатылды. Соған байланысты біздің облысымызда 45 блок бекеттің көпшілігі алынып тастайды. Бірақ Жамбыл облысы мен Қызылорда облысының шекарасында блок бекеттер полиция қызметкерлерінің сұрауы бойынша әзірге қалады. Тұрғындарға, жолаушыларға еркін жол жүруге мүмкіндік беріледі. Сондықтан жағдай толығымен облысымызда тұрақталды деп айтуға болады.